Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рамазан жақсылықта жарысатын ай. Рамазан айында әрбір игі ісің сауабы еселен жазылады. Бұл Алланың рахымы, мейірімі түскен айда жақсылық жасауға асығайық. Себебі қасиетті Құранда Алла Тағала Бақара сүресінің 148 аятында жақсылықта жарысыңдар деген. Сондай-ақ Имам Муслимнен жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Адам баласының барлық игі істерінің сауабы артады. Әр жақсылыққа 10 еседен 700 есеге дейін, тіпті одан да көп сауаптар жазылады деп сүйіншілеген. Осы қасиетті Рамазан айында мұқтаждарға қарайласып, жетім жесірге қол ұшымыз созып, қайырымдылық, жақсылық жасайтын ай. Имам Тирмизиден жеткен хадисте пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ең жақсы садақа Рамазан айында берілген садақа деген. Имам Бұхариден жеткен хадисте бір күні бір кісі пайғамбарымызға келіп, "Уа Алланың елшісі, адамдардың ішіндегі ең жақсысы кім?" деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Адамдардың ішіндегі ең жақсысы қоғамға, елге пайдасы тиген адам деп жауап берді. Осы орайда қазақ атамыз айтқандай, жақсылық жасасаң, жақсылығын, сауабын өзін көресің демекші. Осы Рамазан айында қоғамға, елімізге пайдамыз тигізіп, жақсылықта жарысып, мол сауапқа қол жеткізейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.